Құрметті әріптестер, бүгінгі облыс көлемінде өтетін тәжірибе тарату мызды бастайық. Өйткені сағат 9-дан 11 кетіп қапты. Негізі қазіргі таңда біз 9:00-де деп айтқанбыз. Енді жарты жолдан қосылатын әріптестеріміз жарты жолдан қосыла жатар. Ал сіздерге ескертіп айтатыным, қазіргі таңда бейне бақылау камераларыңызды қосып қойыңыздар. Содан кейін докладчик өзінің іс тәжірибесін тарататын кезде ғана дыбыс режимін қосады. Дыбыс режимін қосқаннан кейін мен сіздерге презентацияларыңызды қосуға доступ беремін. Сол кезде қосыласыздар. Және де қазіргі таңда техникалық ақау болып қалып, мына Zoom платформасындағы бейнеміз өшіп қалатын болса, жаңағы өздеріңіз кірген сілтеме арқылы қайтадан кіре бересіздер. Ендеше бастайық. Абай облысы білім басқармасы Аягөз ауданы білім бөлімінің мемлекеттік мекемесі бойынша педагог зерттеуші біліктілік санаттарына үміткер растайтын педагогтардың авторлық материалдарын облыс деңгейінде тәжірибелік таратылым. Тәжірибелік таратылымға педагогтар өздерінің облыстық хаттамада бекітілген авторлық бағдарламаларын, әдістемелік әзірлемелерін және тағы басқа жұмыстарын облыс көлемінде таратылым жасайды. Таратылым кезінде бізде TEDx форматында өтеді. TEDx форматынан өткеннен кейін бізде ескертуіміз бар. Регламент сақтаймыз. Регламентіміз 5 және 7 минут арасында. Ал 5 және 7 минут арасында дегеніміз, ол 5 минуттан кем емес және 7 минуттан асып кетпеуіміз керек әріптестер. Ендеше бірінші болып бізде Аягөз ауданынан Бұршақбаев Мұхит Еделевич бастайды. Ол кісі Аягөз ауданы нөмір 5-ші мектептен бастайды. Ол кісінің тақырыбы оқушылардың белсенділігін арттыруға арналған ұлттық қозғалмалы ойындар. Қазір сіздікін демонстрация жасайын. Әріптестер, көрініп тұр ма демонстрация? Көрініп тұр. Жақсы. Көрініп тұр. Жақсы. Онда Мұхит Еделевич, сіз бастаңыз. Сәлеметсіздер ме әріптестер? Барлықтарыңызға бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Менің әріптесіміз таныстырып өткендей, авторлық бағдарламаның тақырыбы оқушылардың белсенділігін арттыруға арналған ұлттық қозғалмалы ойындар. Авторлық бағдарлама 34 сағаттан тұрады. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың қозғалыс белсенділігін ұлттық қозғалмалы ойындар арқылы арттыру, дене дайындығын жетілдіру және тұлғалық құндылықтарын қалыптастыру. Бағдарлама міндеттері қауіпсіздік пен спорттық тәртіпті қалыптастыру, командалық жұмыс пен жауапкершілікке тәрбиелеу, дене қабілеттерін шапшаңдық, ептілік, төзімділікті дамыту. Бағдарлама ерекшелігі ұлттық ойындарға негізделген сабақтың басым бөлігі практикалық ойын форматында өтеді. Адал азамат құндылықтармен кіріктірілген, оқушының физикалық және тұлғалық дамуын қатар қамтиды. Бағдарлама өзектілігі қозғалыс тапшылығын азайтады, сабаққа қызығушылығын арттырады, ұлттық құндылықтарды
ұлттық құндылықтарды жаңғыртады, әлеуметтік және командалық дағдыларды дамытады. Күтілетін нәтижелері: оқушылардың жалпы физикалық дайындығы жақсарады, қозғалыс дағдылары, ептілік пен үйлесімділік артады, топпен өзара әрекеттесу және стратегиялық ойлау дағдылары дамиды. Сабаққа қызығушылық, белсенді қатысу деңгейі жоғарылайды. Спорттық тәртіп пен қауіпсіздік ережелерін сақтау дағдысы қалыптасады. Адал азамат бағдарламасының негізгі құндылықтары мінез құлқына көрініс табады. Ғылыми маңыздылығы: оқушылардың жас ерекшелігі мен физиологиялық даму заңдылықтарына негізделген. 11-12 жастағы сенситивті кезеңде қозғалыс дағдыларын тиімді дамытуға бағытталған. Қарапайымнан күрделіге қағидаты бойынша құрылған. Қозғалыс белсенділігі арқылы когнитивтік және психологиялық дамуды қолдайды. Командалық ойындар арқылы әлеуметтік дағдыларды қалыптастырады. Ұлттық ойындар этнопедагогика мен педагогика қағидатына сүйеніп енгізілген. Авторлық бағдарлама жаңалығы: ұлттық қозғалмалы ойындар оқу үрдісіне жүйелі енгізілген. Сабақтар ойын технологиясы негізінде ұйымдастырылған. Адал азамат құндылықтары дене тәрбиесімен кіріктірілген. Оқушының физикалық, психологиялық және әлеуметтік дамуы қатар қамтылған. Авторлық бағдарлама өзектілігі: ұсынылып отырған оқушылардың белсенділігі арттыруға арналған ұлттық қозғалмалы ойындар. Авторлық бағдарламасы оқушылардың дене дамуын жетілдірумен қатар, олардың тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған кешенді педагогикалық құрал болып табылады. Бағдарлама арқылы оқушылардың қозғалыс белсенділігі артып, дене сапалары дамиды. Сондай-ақ командалық жұмыс, жауапкершілік, тәртіп және адалдық сияқты маңызды құндылықтар қалыптасады. Ұлттық ойындарды жүйелі қолдану оқушылардың ұлттық сана сезімін нығайтады, мәдени мұраға құрметін арттырады. Қорытындылай келе, бұл бағдарлама дені сау, белсенді, рухани бай және адал азамат қағидаларын ұстанатын тұлға тәрбиелеуге бағытталған тиімді әрі өзекті білім беру моделі. Енді қорытындылай келе, бұл авторлық бағдарлама оқушылардың қозғалыс белсенділігін арттырып қана қоймай, олардың дене дайындығын жетілдіруге, командалық ойын және өмірлік дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бағдарламаны оқу процесінде қолдану оқушылардың денсаулығын нығайтып, білім сапасын арттыруына ықпал етеді. Оқушы бұл үрдісте тек орындаушы емес, белсенді қатысушы, өз мүмкіндігін дамытушы тұлға ретінде қалыптасады. 34 сағат 34 мүмкіндік. Әр сабақ жаңа қозғалыс, жаңа тәжірибе, жаңа жетістік. Бүгінгі оқушы тек білім алушы емес, ол дені сау, белсенді, ертеңгі елдің тірегі болатын тұлға. Тыңдағандарыңызға әріптестер көп үлкен рахмет. Жақсы. Мұхит Еділевичке сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Сұрақ, ұсыныс болса. Жақсы, сізге сұрақ жоқ. Рахмет. Сау болыңыздар. Жақсы, келесі болып Қорғайтын Бейсегожин Нұржан Рымжанович, Аягөз ауданы, мектеп жанындағы интернаты бар Ақши жалпы орта білім беретін мектебі. Ол кісінің тақырыбы мектептегі дене шынықтыру сабақтарында волейбол элементтерін меңгертудің тиімді әдіс тәсілдері мен технологиялары.
Қайырлы таң, әріптестер. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Абай облысы Аягөз ауданы білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің мектеп жанындағы интернаты бар, жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің дене шынықтыру пәні мұғалімі Бейсеғожин Нұржан Рымжанович, педагог зерттеуші. Менің авторлық бағдарлама тақырыбы мектептегі дене шынықтыру сабақтарының волейбол элементтерін меңгерудің тиімді әдістері мен технологиялары. Бұл 9-10 сыныптарға арналған бағдарлама. Бағдарламаның мақсаты денсаулықты мықты жұмыла ұйымдастыру қабілеті жоғары, жауапкершілігі мол, нақты қозғалыс координациясын қалыптасқан, жылдам, өз бетінше шешім қабылдай алатын жеке тұлға жетілдіруге жағдай жасау, оқушылармен жұмыс барысында дағдыларды қалыптастыру үшін қажетті білімді игеру және спорттық ойындардың таңдалған түрінің әдістемесін меңгеру. Бағдарламаның міндеттері: волейболдың шығу тарихымен таныстыру, ойын ережелерін үйрету, оқушылар волейбол ойыны туралы теориялық білім беру, сайыстар өткізу ережелерімен таныстыру. Енді қысқарта айтқанда, біріншіден оқушыларға волейбол ойынының негізгі ережелерін үйрету, екіншіден доп беру, қабылдау, шабуыл және қорғаныс сияқты негізгі әдіс тәсілдерін меңгерту, үшіншіден оқушылардың жылдамдық, ептілік, төзімділік сияқты дене қасиеттерін дамыту, төртіншіден бұл волейбол ойыны командалық ойын болғаннан кейін, сондықтан командалық жұмыс жасауға, бірін-бірін қолдауға және жауапкершілікке үйрету болып табылады. Негізгі мақсат. Авторлық бағдарлама жаңалығы оқушыларды топтастыру арқылы ұжымдық білім беруге бағытталғанда, ол бағдарламаға енгізілген негізгі екі бағыт алады. Алдымен әр волейбол ойыншының тұлғалық ерекшеліктерін ескере отырып тәрбиелеуде, екіншіден әр тәрбиеленушінің өмірге көзқарас жағдаяттарын шеше білу есепке алынады. Баланың жеке қасиеттерін, табиғи, физикалық және психологиялық қасиеттерін білуді талап етеді. Бағдарламаның ерекшелігі оқушыларды топтастыру арқылы ұжымдық білім беруге бағытталғанда, ол бағдарламаға енгізілген негізгі екі бағыт алады. Алдымен әр волейбол ойнаушының тұлғалық ерекшеліктерін ескере отырып тәрбиелеуде, екіншіден әр тәрбиеленушінің өмірге көзқарасы жағдаяттарын шеше білу есепке алынады. Баланың жеке қасиеттерін, табиғи, физикалық және психологиялық қасиеттерін білуді талап етеді. Күтілетін нәтиже: оқушылар волейбол ойынының негізгі ережелерін толық меңгереді, доп беру, қабылдау, шабуыл және қорғаныс техникасын дұрыс орындай алады, қозғалыс белсенділігін артып, дене шынықтыру дайындығы, олар жылдамдық, ептілік, төзім жақсартады, командалық жұмыс дағдыларды қалыптастырып, өзара қолдау мен жауапкершілік сезім дамиды, спортқа деген қызығушылығы артып, салауатты өмір салтын ұстануға дағдыланады. Жарыстарға қатысу арқылы тәжірибе жинақтап, нәтижеге жетуге ұмтылыс қалыптасады. Өзін-өзін бақылау, тәртіп сақтау және мақсат қоя білуді қабілеттерді дамиды. Сол сияқты мен өзім осы тақырыпта білімді ұрпақ және Алтынсарин ізбасарлары республикалық ғылыми әдістемелік журналдарға өзімнің
баяндамаларымды жарияладым. Кәсіби жетістіктердің нәтижесінде аудандық, облыстық волейболдан жетістіктерге жетіп балалар. Қорыта айтқанда, жаңартылған білім беру мазмұнына көшу жағдайында дене шынықтыру пәнін оқытудың қазіргі технологиясын зерделеп, ұлттық құндылықтарымызды ескере отырып, одан әрі жетілдіру арқылы еліміздегі оқушылардың білім деңгейін бәсекеге қабілетті елдердегі білім деңгейіне көтеруге болады. Дене тәрбиесі сабағында волейбол ойыны жаттығуларын орындауға үйретуге негізі дені сау, дарынды тұлға ұрпақ мақсат тұтып, әдістемелік көмекші құрал шеңберінде ұйымдастырылған ғылыми теориялық және ғылыми практикалық зерттеу жұмысын материалдарын кешенді түрде салыстырмалы талдап, саралап, жинақтай келе төмендегідей қорытындыға келді. Оқушыларға волейбол ойыны жаттығуларын орындауға үйрету негізінде тәрбие білім беруде көбінесе волейбол ойыны жаттығулар мен қозғалмалы ойындар түрі ұсынылып отырылуы керек. Бұл жұмыс түрлері оқушылардың епті жігерлік дағдыларын қалыптастыруда ерекше рөл атқарады. Екінші, сонымен қатар қазақ ұлттық спорт ойындары оқушылардың ұлттық дүниетанымын қалыптастырып, олардың жан-жақты дамуына ықпал етеді. Үшінші, дене тәрбиесі сабағында волейбол ойыны жаттығуларын орындауға үйрету технологиясы көмектесіп, қазақтың ұлттық спорт ойындарын өзіндерін келтіріп отырып, олардың қысқаша қойылымдар қойып, белгілі бір тақырыптарды практикалық тұрғыдан бекітіп отырған тиімді болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса? Рахмет. Рахмет, Нұржан Нұржанович. Ендеше бір жерде құрметті әріптестер, қазір уақыт аяқталып қалған жағдайда осы сілтемемен қайтадан кіресіздер. Ал енді келесі кезекті көркемеңбек пәні мұғалімдеріне берсек, бұл жерде ең бірінші болып Байгелов Берік Болатович, Айгөз ауданы нөмір бірінші жалпы орта білім беретін мектебі, ол кісінің тақырыбы ұлттық тұрмыстық бұйымдарды заманауи үлгіде жасау. Болатович. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Айгөз ауданы нөмір бірінші жалпы білім беретін орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің көркемеңбек пәні мұғалімі Байгелов Берік Болатович. Еңбек өтілім 22 жыл, педагог сарапшымын санатында. Жалпы менің бүгінгі бағыттылық бағдарламаның тақырыбы ұлттық тұрмыстық бұйымдарды заманауи үлгіде жасау. Жалпы мен осы бағыттылық бағдарламамның бір түсінік бере кетейін. Одан кейін ары қарай слайдпен қысқа нұсқа жүргізіп өтетін боламын. Жалпы бағдарламаның қазіргі жаһандану үдерісі ұлттық құндылықтардың маңызын арттыра отырып, оларды заманауи талаптарға сай бейімделуді қажет етеді. Осы тұрғыда ұлттық тұрмыстық бұйымдарды заманауи үлгіде жасау атты бағдарлама ұлттық мәдени мұраны сақтай отырып, оны қазіргі заманғы дизайн, технология және тұрмыс қажеттіліктерімен үйлестіруге бағытталған. Бағдарламаның мазмұны қазақ халқының дәстүрлі тұрмыстық бұйымдарының тарихын, жасалу ерекшеліктерін, қолданылу аясын зерделеуге негізделген. Сандық, кебеже, асадал, торсық, текемет, сырмақ, ағаш және былғары бұйымдар сияқты ұлттық тұрмыстық заттардың эстетикалық, функционалдық және мәдени маңызы қарастырылады. Сонымен қатар олардың пішіні, ой өрнек жүйесі, түс үйлесімі мен материал таңдау ерекшеліктері заманауи көзқараспен талданады. Бағдарламаның ерекшелігі дәстүр мен жаңашылдықты үйлестіру.
Оқушылар ұлттық бұйымдардың классикалық үлгілерін сақтай отырып, оларды қазіргі интерьерге, күнделікті тұрмысқа, сән индустриясына бейімдеудің жолдарын меңгереді. Бұл үрдіс барысында экологиялық таза материалдарды пайдалану, функционалдықты арттыру және эстетикалық тартымдылықты сақтау мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді. Бағдарламаның мазмұны теориялық және практикалық бөлімдерден тұрады. Теориялық бөлімдерде ұлттық қолөнердің шығу тарихы, аймақтық ерекшеліктері, символдық мәні мен ұлттық дүниетанымдағы орны қарастырылады. Ал практикалық бөлімде заманауи үлгідегі тұрмыстық бұйымдардың эскиздерін жасау, материал таңдау, бұйымды өңдеу және безендіру әдістері жүзеге асырылады. Бұл үйренушілердің шығармашылық ойлау қабілетін, қол икемділігін және эстетикалық талғамын дамытуға ықпал етеді. Авторлық бағдарламаның ұлттық мәдениетке деген қызығушылықты арттырып қана қоймай, осы ұрпақты еңбекке, шеберлікке және ұлттық құндылықтарды қадірлеуге тәрбиелейді. Сонымен бірге бағдарлама нәтижесінде жасалған бұйымдар қазіргі нарық талабына сай кәдесый, интерьерлік немесе тұрмыстық өнім ретінде қолдануға мүмкіндік береді. Жалпы бағдарламамыздың мақсаты ұлттық тұрмыстық бұйымдардың көркемдік және мәдени мәнін сақтай отырып, оларды заманауи дизайн талаптарына сай жаңғырту, білім алушылардың шығармашылық қабілетін дамыту және ұлттық құндылықтарға деген құрметті қалыптастыру. Міндеттер енді қазақ халқының дәстүрлі тұрмыстық бұйымдарының түрлерін, жасалу ерекшеліктерін меңгеру, ұлттық өрнектердің мағынасы мен қолдану заңдылықтарын үйрету, заманауи материалдар мен жалпы ұлттық мұраны заманауи дизайн арқылы сақтау және жаңғырту. Енді дәстүрдің өміршеңдігі курсының өзектілігі заманауи бейімдеу. Мәселе, мысал үшін жаһандану жағдайында ұлттық тұрмыстық бұйымдардың күнделікті қолданыстан шығуы ескі болғандықтан, енді шешім тарихи мұраны қазіргі интерьер мен күнделікті өмірге сай жаңаша үлгіде жасап шығару. Мақсат енді ұлттық мәдениеттің өміршеңдігін арттыру және жас ұрпақтың бойына шығармашылық пен құрметті қалыптастыру. Бағдарламаның жаңашылдығы мен бағыты дизайн және шығармашылық тек дәстүрлі көшірме емес, эскиз жасау арқылы авторлық дизайн жобалау. Экологиялық жағы табиғи, ағаш, киіз және заманауи экологиялық таза материалды үйлестіру. Этномәдени ұлттық құндылықтар мен символиканың ой өрнектер мағынасын терең зерделеу. Тек дәстүрлі көшірме емес, эскиз жасау арқылы авторлық заманауи дизайн жобалау. Кәсіптік бағдар дайын бұйымды сән индустриясында кәдесый немесе интерьер өнімі ретінде нарыққа шығару, бейімдеу. Келесі, кімге арналған бұл авторлық бағдарлама? Енді жалпы бұл колледж студенттеріне және қосымша білім беру, оқушылар сарайы мен шығармашылық үйірмелеріне және мектеп оқушыларына арнап жасалған. Енді дәстүрлі және заманауи. Дәстүрлі стильде бізде пішіні ауыр, күрделі, үлкен. Дәстүрлі және заманауи стиль. Дәстүрлі стильде пішіні ауыр, күрделі, үлкен көлемді. Ал заманауи стильде жеңіл, минимализм, геометриялық, ыңғайлы. Жақсы, Берік Болатович, рахмет. Берік Болатовичке қойылатын сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, Берік Болатович, сізге рахмет. Енді келесі болып әріптесіміз Қойшанова Назгүл Төлеуғазиевна, Аягөз ауданы нөмір 1 Ақшәулі жалпы орта білім беретін мектебінің көркем еңбек пәні мұғалімі. Бұл кісінің тақырыбы жасанды интеллект көмегімен сәндік дизайн. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі менің сіздерге алып келіп отырған авторлық бағдарламамның тақырыбы жасанды интеллект көмегімен сәндік дизайнды оқыту. Есімім Қойшанова Назгүл Төлеуғазиевна, нөмір 1 Ақшәулі жалпы орта білім беретін мектептің көркем еңбек пәнінің мұғалімі. Жасанды интеллект бұл бағдарламасы жалпы білім беретін мектептің 9 сынып оқушыларына арналған және сәндік дизайн саласын ғылыми әрі заманауи тұрғыда меңгертуді мақсат етеді. Эстетикалық және функционалды шешімдер жүйесі. Қазіргі кезеңде бұл салада жасанды интеллект технологияларын пайдалану маңызды рөл атқаруда. Бағдарлама оқушыларға сәндік қолданбалы өнердің дәстүрлі және заманауи бағыттарын ұштастырып, шығармашылық ойлау және цифрлық сауаттылықты дамытуды бағытталған. Жасанды интеллект құралдарын мысалға айта кетсек, ChatGPT, Canva AI, iDiagram, Tinkercad, Bing Image, Kriter,
қолдану арқылы оқушылар сәнді бұйымдарды жобалап, визуалды бейнелеуді үйренеді. Бұл бағдарламаның мақсаты сәндік дизайнды ғылыми және шығармашылық тұрғыда меңгеріп, жасанды интеллект көмегімен жаңа идеяларды іске асыруға үйретеді. Бағдарламаның міндеттері сәндік дизайн түрлері мен принциптерін ғылыми тұрғыда меңгеру, ұлттық және заманауи стиль синтезін қалыптастыру, жасанды интеллект құралдарын қолдану арқылы дизайн жасау дағдыларын дамыту, эстетикалық талғам мен шығармашылық ойлауды арттыру, практикалық жобалау дағдыларын жетілдіру. Бұл бағдарламадан күтілетін нәтиже сәндік дизайн негізінде сәндік дизайнның негізгі бағыттары мен ғылыми негізін біледі, ұлттық нақышты қазіргі сәнге үйлестіре алады, жасанды интеллект құралдарымен жұмыс істей алады. Шығармашылық жобаны әзірлеп қорғай алады және экодизайн және цифрлық дизайнның ерекшеліктерін таниды. Жалпы бағдарлама 34 сағатқа жоспарланған. Тақырыптық жоспарда 7 бөлімдік тақырыптық жоспар бар. Оның ішінде қысқаша мазмұндары да жазылған. Жалпы жасанды интеллект бейнелеу өнері мен көркем еңбекте қалай қолдануға болады? Сурет генерациясы, цифрлық өнер, шабыт көзі және түстер үйлесімі композициясы арқылы жүзеге асырылады. Бұл жерде мен сіздерге таныстыра кетейін. Оқушылар QR код арқылы тапсырма Жалпы жасанды интеллект арқылы қолданылатын әдістер бұл бағдарламада генеративті дизайн, стиль трансформациясы, VR модельдеу, референс банкін жасау, сараланған тапсырмалар, AI талдауды әдісі, жобалық әдіс және жасанды интеллект, интерактивті әдіс AI квиз арқылы, шектеулі шығармашылық, дидактикалық материалдар дайындау. Жасанды интеллект бұл бағдарламаның бағалау критерийі, білім мазмұны, технологиялық дағды, көркемдік шешім, шығармашылық жоба қорғау. Білім мазмұны бойынша дизайн мен жасанды интеллект туралы теориялық білім деңгейі жүзеге асырылады. Материал мен құрал қолдану сапасы, түс, форма, композициялық үйлесім, өзіндік ой мен инновация, презентация және баяндау мәдениеті жүзеге асырылады. Бұл жерде сабақ барысында педагог өзінің сабағы барысында өзіндік сабақ түсіндіру барысында өзі де жаңағы презентацияларды қолдануды жүзеге асырылады. Видео түсіндірілім жасанды интеллект арқылы және оқушылардың жасанды интеллект арқылы жасап жүрген өзіндік дизайндары жүзеге асырылады. Бұл жерде оқушылар жасанды интеллект арқылы өздерінің шығармашылық жұмыстарын жасауда. Телефон арқылы, планшет арқылы жасауға болады, ноутбук арқылы жасауға болады. Енді сол оқушылардың жасаған видеосы бар. Міне мына жерде оқушымыз басқа мен жаға
стилінде жасалынған жұмысты видео түрінде көрнекі етіп Pixverse жасанды интеллект арқылы жасаған. Назарларыңызға рахмет. Жалпы қорытындылай келе, жасанды интеллект бұл бағдарлама сәндік дизайнды ғылыми және заманауи бағытта оқытудың кешенді үлгісі. Ол оқушыларды шығармашылық, цифрлық және экологиялық мәдениетке тәрбиелейді, сондай-ақ жасанды интеллект тиімді қолдануға үйретуді көздейді. Жақсы, Назгүл Төлеуғазиевна, бұл кісіге сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Ал енді келесі болып, бізде Жарма ауданы Маяковский атындағы жалпы орта білім беретін мектебі Төлегетаев Ерхат мырзаға беріледі. Ерхат мырза, сізге сәттілік. Құрметті әріптестер, дауысым естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Слайд көрініп тұр, иә? Слайд көрініп тұр, жақсы. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Жарма ауданы Маяковский атындағы орта мектебі Төлегетаев Ерхат шаңғы тұрып пәні мұғалімі. Бүгінгі жобаның атауы мектеп лигасы сыныптан іс-шаралар арқылы оқушылардың белсенділігін арттыру жобасын ұсынамын. Өзектілігі мен бағыты: гаджетке тәуелділік, қозғалыс азаюы, қарым-қатынас төмендеуі. Мақсат мен міндеті: мақсат оқушылар арасында салауатты өмір салтын насихаттау, спортқа қызығушылықты арттыру және мектептер арасындағы достық қарым-қатынасты нығайту. Міндеті: оқушылардың спортпен тұрақты айналысуға тарту, дене дайындығын және спорттық шеберлік дамыту, командалық рух пен көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру. Жарыс арқылы жеңіске деген жігерін арттыру. Мектептер арасындағы ынтымақтастықты күшейту, дарынды спортшыларды анықтау, қолдау көрсету. Жаңалығы: мектеп лигасы моделі тұрақты жарыстар, рейтингтік жүйе, мадақтау рәсімдері және цифрлық қолдау құралдары. Бұл әр оқушының жеке жетістігін топтық нәтижемен ұштастырып, өзін-өзі бағалау мәдениетін қалыптастырады. Оқу тақырыптық жоспар: бағдарламада теория мен практикада үйлеседі. Белсенді демалыс мәдениеті 2 сағат, командалық ойын 8 сағат, ұлттық қозғалыс ойындары 6 сағат, қозғалыс челленджері 4 сағат, мектеп лигасы турнирі 6 сағат, қорытынды фестиваль 2 сағат. Әдістемелік қамтамасыз ету ерекшелігі: инклюзивтілік, жас ерекшелігіне сай ойындар, рейтингтік жүйе арқылы мотивация, мұғалім ата-ана оқушы серіктестігі. Күтілетін нәтиже: оқушылардың қозғалыс белсенділігі мен денсаулығы артады, команда рух, көшбасшылық ынтымақтастық дамиды, мектеп өміріне қызығушылық пен эмоционалдық ахуал жақсарады, салауатты өмір салты құндылықтары орнығады. Тиімділікті бағалау: бағдарлама 2 оқу жылында кезең-кезеңмен сынақтан өтті. 2023-2024 оқу жылында пилоттық режимде, 2024-2025 оқу жылында кеңейтілген форматта жүзеге асырылды. Бағдарламаға барлығы 186 оқушы, оның ішінде 5-9 сыныптар қатысты. Сабақтан тыс спорттық шараларға қатысу деңгейі 47%-ды құрады. Аптасына орта есеппен 1-2 іс-шара ұйымдастырылды. Қатысушылардың 63%-ды дене белсенділігі артты. 58%-ы командамен әрекет ету дағдыларын жақсарғанын атап өтті. Ата-аналардың қатысуы үлесі 27% шамасында болды. Бұл кезеңде оқушылардың қызығушылығы мен белсенділік деңгейі артқаны байқалды. Алайда жүйелі қатысу мен рейтинг жүйесін жетілдіру қажеттігі анықталды. 2024-2025 оқу жылы кеңейтілген кезең. Бағдарлама 254 оқушы қамтылды. Оның ішінде 1-11 сыныптар қосқанда. Сабақтан тыс спорттық, ойындық іс-шараларға қатысу деңгейі 87%-ға жетті. Яғни 40%-ға өсу байқалды. Аптасына орта есеппен 3 іс-шара тұрақты өткізілді. Ата-аналардың белсенділігі 27%-дан 68%-ға дейін артты. Отбасылық старттар, жанкүйерлік топтар, бірлескен челлендждер арқылы. Оқушылардың тәртіп мәдениеті мен қарым-қатынас сапасы бойынша психологиялық диагностика нәтижелері 32%-ға жақсарды.
Мектеп ұжымы мен ата-аналар тарапынан оқушылардың эмоционалдық жағдайы мен ынтасының артқаны туралы позитивті кері байланыс 95% деңгейінде тіркелді. Қорытынды: бағдарламаны жүзеге асыру барысында оқушылардың қозғалыс белсенділігі мен спорттық мәдениетке қызығушылығын артқаны байқалды. Сабақтар мен іс-шаралар ойын, жарыс ұлттық және командалық форматта ұйымдастырылғандықтан, балалардың эмоционалдық көңіл күйі көтеріліп, өзара қолдау мен достық қарым-қатынас нығая түсті. Қозғалыс ойындары мен челлендждер балалардың физикалық төзімділігін, ептілігін, икемділігін арттырып қана қоймай, ұжымдық жауапкершілік пен жетістігіне ұмтылыс сезіммен қалыптастырылды. Педагогтардың бақылаулары мен кері байланыс нәтижелері дене шынықтыру сабақтарына қатысу белсенділігі 23-30% артқан. Сабақтан тыс спорттық шараларға қатысушылар саны 2 есеге артқан. Оқушылардың мектеп ішіндегі мінез құлық және тәртіп көрсеткіштері оң өзгерістерге ұшыраған. Мектеп лигасы және фестивальдер арқылы оқушылардың көшбасшылық дағдылары мен ұжымдылық қабілеттері дамыған. Бағдарлама аясында ата-аналардың да белсенді қатысуы қамтамасыз етілді. Олар спорттық жарыстарда, челлендждер мен фестивальдерге қатысып, балалармен бірге қозғалыс мәдениетін қалыптастыру процесіне қосылды. Жалпы алғанда бағдарлама денсаулық сақтау және салауатты өмір салтын насихаттау бағытына нақты нәтижелер берді. Мектеп ұжымында белсенді және қолайлы психологиялық ахуал қалыптастырылды. Оқушылардың өзін-өзі бағалауын, сенімділігін және позитивті ойлауын арттырды. Сондықтан бағдарламаның келесі оқу жылында кеңейтілген форматта сыныптаралық, мектепаралық деңгейде және ата-аналар қоғамдастығымен бірлесе жалғастыру ұсынылады. Назарларыңызға рахмет. Барлығы естілді ғой, Иә, Ерхат мырза, жақсы, рахмет. Сізге Назарларыңызға сұрағымыз рахмет. жоқ. Ал енді келесі болып қорғайтын адамдар бар ма? Абылайхан мектебі. Ал болмаса ендеше бүгінгі біздің өткен педагог зерттеуші біліктілік санатына үміткер растайтын педагогтардың авторлық материалдарын облыс деңгейінде тәжірибелік таратылым жақсы өтті деп бағалаймыз. Сұрақтарыңыз болмаса, назарларыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар. Жақсы, рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік. Сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыз.